Қайырлы күн достар. Біздің магистратураға байланысты ағылшын тілінен тесттерді талдау сабағымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде conjunctions, орыс тілінде союзу деп аталынады, яғни екі сөйлемнің ортасын байланыстырып тұрушы сөздер жайында сөйлесетін боламыз. Бірінші сұрақ, complete the sentence. I don't believe all бір нәрсе they write in these books. Мен олардың бұл кітапта жазған барлық ақпаратына сенбеймін деп айтып жатыр. While деген сөз, ол в то время как, енді орысшасына түсінікті болу үшін орысша айтып отырмын. Немесе сол сәтте, зән деген есіңізде болса, ол сын есімнің салыстырмалы шайына байланысты. Whom деген ол кімге, if деген егер, ал that деген ол который деген мағынаны білдіреді, немесе что деген мағынаны білдіреді. Сонда бұл жерде мағыналы келетін тек қана that, сондықтан соны белгілеуді ары қарай кете беремін. Choose the correct answer. The British are living longer. Longer-ды көріп тұрсыз. Бұл жерде салыстырмалы шырайсын есің, сондықтан салыстырмалы шыраймен әрқашан зән жүреді. Ары қарай кете беремін. Яғни дұрыс варианты A варианты. I washed my shirt. Бір нәрсе, it didn't get clean. Мен өзімнің көйлегімді жудым, ол таза болған жоқ. Мағыналай бірақ деген сөздің келетінін біліп тұрсыз деп ойлаймын, сондықтан D вариантын таңдаймын, кете беремін. And және when қашан, or немесе since деген бері, сол кезден бері деген мағынаны білдіреді. Төртінші сұрақ. Complete the sentence. Brangwyn never smoked cigarettes. Бір нәрсе, he took the one offered дейді. Brangwyn деген кісі ешқашан кеше оған сигарет ұсынылғанға дейін шекпеген екен сигаретті. Сонда дейін деген сөз ол until деп аударылады. Yet деген ол уже, көбінесе ол болымсыз түрде және сұраулы сөйлемдерде кездеседі. Where деген қайда, when деген қашан, and деген және деген мағынаны білдіреді. Сонда маған керегі A варианты until. Бесінші сұрақ, бір нәрсе, she wrote the letter, she sent it дейді. Or тұр, оны айттым, немесе when тұр, қашан, батты білесіз, бірақ if және either. Енді қараңыз. Ол хатты жазып болғанда оны жіберді. Сонда маған мағыналай келетіні тек қана when. Немесе ол хатты жазып болғанда, бірақ ол хатты жазып болғанда, егер ол хатты жазып болғанда, either деген сөз ол екеуінің біреу деген мағынаны білдіреді көбінесе. Және ол either деген сөзді көретін болсаңыз, сөйлемнің ішінде міндетті түрде болымсыз түр керек. Not, don't, didn't, haven't деген сияқты. Сондықтан маған келетін тек қана B варианты when. Одан кейінгісі, complete the sentence. I met a friend in the street, бір нәрсе, took her home дейді. Мағыналай бұл жерде тек қана E варианты келеді. And took her home. Өзімнің досымды кездестірдім да, оны үйіне алып кеттім. Қалғандар келмейді. Also деген сөз ол дегенмен, though деген сөз ол да дегенмен, but деген бірақ, because деген себебі. Бұлардың айырмашылығын кішкене кешек тағы да айтатын боламын. You'd better take a coat, it gets cold дейді. Бірден айта салайын, бұл жерде in case деген жауап болады, себебі в случае деп аударылады. Мысалға, бұл жерде енді сен өзіңнің тоныңды алғаның жөн, егер күн суитын болса, күн суыған жағдайда деген сияқты сөйлем шығады. Ал when, also, while, unless деген сөздер бұл жерде мағыналы келмейді. Unless деген сөз айта салайын, қалғандарын айтқан болатынмын. Ол бізде бір нәрсені жасамайынша деген мағынаны біледі. Мысалға, unless you give up smoking, you cannot breathe. Мысалға, сен темекіні тастамайынша сен дұрыс демала алмайсың деген сияқты сөйлемде қолданылады. Келесі, 8-ші сұрақ, complete the sentence. I don't know бір нәрсе, he was. Мен білмедім, after деген кейін, where деген қайда, while деген сол мезетте, till деген дейін, from деген бір нәрсе ден, I'm from Kazakhstan дейді, мен Қазақстаннанмын деген сияқты сөйлемдерде кездеседі. Мен оның қайда екенін білмеймін деген сөз ғой, қайда бізде where, яғни B варианты дұрыс. 20-ші сұрақ, choose the correct answer. Бір нәрсе, Camille went outside in a t-shirt. Бұл жерде мынандай нәрсе. Мынау сөйлемдердің көбісі көше суық болғанына қарамастан деген болуы керек. Қарамастан дегенде бізде тек қана although. Несмотря на то, что на улице было холодно, несмотря на то, что было холодно,
күн суық болғанына қарамастан Ками көшеге футболкамен шығып кетті. Сондықтан дұрыс варианты A варианты. Келесі сұрақ, choose the correct answer. I scored 6% in the exam. Бірнәрсе, Anita scored 7% more than me this year дейді. Or while, until, because, since деп тұр. Бағана айттым, в то время как деген сөз while. Or деген немесе келмейді, until келмейді, because келмейді, since келмейді. Мен экзаменнен 60% алған кезде Анита сол мезетте, енді сол мезетте в то время как Анита деген мағынасында ғой, 7% көбірек алды деген сияқты сөйлемім шығады. Сондықтан дұрыс варианты менде B варианты. 11-ші сұраққа келдік. Choose the correct answer. He was fond of playing basketball. Бір нәрсе, it was his father's favorite game. Ол баскетбол ойнағанды ұнататын. To be fond of деген сөз, ол жақсы көру деген мағынаны білдіреді. Ол баскетбол ойнағанды ұнататын, себебі ол оның әкесінің ең сүйікті ойыны болды. Сонда себебі деген менде D варианты, because. Unless дегенді айттым. However деген хотя деген сөз. Moreover деген сөз, ол сонымен қоса деген сөз. In spite of деген қарамастан деген мағынаны білдіреді. 12-ші сұраққа келдік. Кішкене алшақтатайын. The first time Mrs. Mulford invited him to watch television with her, Simon declined. He would rather read, he said. Бір нәрсе, she gave him a book. Бір нәрсе, she gave, мына жерде опечатка екен, she gave him classics деп тұр. Ет деген сөз ол сөйлем соңында келседі, сондықтан бірден алып тастаймын оны. Бат деген сөз сөйлемнің басында бат бірден кездесу өте сирек. Such as деп, такие как ана дала деген сияқты мағыналар келмей қалады. Сонда менде қалғаны so және when, яғни C варианты және D варианты. Маған сөйлемнің ішінде ол оқығанды қалаймын деп айтты, себебі алғашында телевизор көруге шақырған кезде ол келіспеген болатын. Сондықтан ол оған кітап берді. Бірақ ол оған классика берді. Бізде дұрыс варианты C варианты болады. 13-ші сұрақ, choose the correct variant. I just had to take the dog out. Бір нәрсе, of the awful weather дейді. Осы жерде қарамастан деген сөз in spite, despite дегені бар, although дегені бар. In spite деген сөзден кейін бізде of жүретіндіктен мен осы in spite'ты таңдайында ары қарай кете беремін. Although деген сөзде, despite деген сөзде тура мағыналы келіп тұр, бірақ олардың грамматикалық қолданысы бұл жерге келмейді. Оларды кейінірек тағы да бір айтатын боламын. Сондықтан дұрыс варианты тек қана A варианты. In spite'тан кейін of жүреді, although мен despite'тан кейін of жүрмейді. Бұл сізге тағы бір лайфхак. What is that noise? It sounds бір нәрсе, a baby crying. Ол анау қандай шу? Бала жылап отқан сияқты ғой деген сөз болып жатыр. Сияқты деген бұл жерде like деген вариант, яғни D варианты. Келесі. Nelson is always complaining about not having any friends деп тұр. But he is not a friendly person himself. Енді дұрыс вариантын бірден айта салдым. Нельсон әрқашан өзінің достарының жоқтығына шағымданады, бірақ ол өзі бауырмал емес деп айтып тұрды. Сондықтан A варианты дұрыс. I couldn't sleep, бір нәрсе, very tired. Енді қараңыз. Despite деген сөзден кейін көбінесе зат есім жүреді. Despite the rain, despite the situation, despite the fact деген сияқты. In spite деген сөзден кейін of жүреді. In spite of him, in spite of the rain деген сияқты. Although деген сөзден кейін көбінесе менде осы етістіктер жүреді. Although I was, although I was деген вариантым менде дұрыс болады. Так, келесі, яғни B варианты. 17-ші сұрақ, the old man blew up, бір нәрсе, his neighbor's chickens got into his garden. Енді қараңыз. Кәрі кісі көршісінің тауықтары оның бақшасына кіріп кеткен кезде оларды атты дейді. Сонда менде қай кезде, олар кіріп кеткен кезде, қашан деген болу керек қой. Сондықтан
Менде дұрыс варианты when. The old man blew up when his neighbor's chickens got into his garden. Деп и вариантын дұрыс қыламын да ары қарай кете беремін. So many places of interest. Бір нәрсе. I was in Washington. Мен көптеген қызық жерлерді көрдім Вашингтонда болған кезде. Қашан Вашингтонда болған кезде? Демек мен D вариантын таңдаймын да ары қарай кете беремін. Яғни дұрыс варианты when. 19-ші сұрақ. Choose the correct variant. You won't get there in time. You hurry. Сен онда уақытылы бара алмайсың, егер сен асықпасаң, Сонда маған егер деген сияқты, немесе асықпайынша деген сияқты сөйлем керек. Маған ол сөз тек қана біреу, ол unless. Сен асықпасаң, онда сен ол жерге уақытында бара алмайсың деген сөйлем шыға келді. Яғни D варианты. 20-ші сұрақ. The student spoke English бір нәрсе badly that the teacher couldn't give him even a satisfactory mark. Енді бұл жерде көбінесе so мен such деген сөздің текетірес есебінде қарастырамыз. Алғашқы үшеуін қарастырмай қойсақ болады. Енді қараңыз. The student spoke English so badly. Себебі such a beautiful picture. Яғни such деген сөз көбінесе ол сөзден кейін ар жағында зат есім болатын болса, ал so-ден кейін көбінесе зат есім жүрмейді. Байқасаңыз, so badly, деп кете берем. Яғни 15-ші бізде қателеспеген, 20-ші сұрақта бізде и варианты дұрыс. 21-ші сұрақ. Complete the sentence. He lost all this money, бір нәрсе, but also lost his passport. Дұрыс вариантында қараңыз, ол өзінің бүкіл ақшасын жоғалтты, сонымен қоса ол өзінің паспортын да жоғалтты деп тұр. Сонда менде дұрыс варианты и варианты. Қалғандары келмейді. Немесе бұл жерде because-ты таңдасақ болушы еді, бірақ also деген сөз бізге ондай мүмкіндік бермейді. Ол өзінің бүкіл ақшасын жоғалтты, себебі ол сонымен бірге өзінің паспортын жоғалтты болатын болса, келмей қалды. Сондықтан and-ні таңдаймын да ары қарай кете беремін. 22-ші сұрақ. Complete the sentence. The teacher speaks slowly. Бір нәрсе, his pupils may understand him. Ол мұғалім жай сөйлеп жатыр, өзінің оқушылары оны түсіну үшін депті. Сонда маған керегі unless бол келмейді, so келмейді, that келмейді, in condition that келмейді, so that келеді. Себебі она говорила очень медленно так, чтобы ее ученики могли понимать его. Ол екен ғой, кешірім сұраймын. Хим екен соңында. Енді орысшасын түсінсін деп қана айтып жатырмын. Дұрыс варианты бұл жерде и болады. 23. You should play бір нәрсе your coach does. Сен өзіңнің тренерің сияқты ойнауың керек деп жатыр. Сияқты деген біреуі like деген сөз бар, олды кездеспей тұр бұл жерде. Екінші сөз ол s. S деген сөзді қоямды ары қарай кете беремін. Janet has бір нәрсе left, бір нәрсе home. Енді қараңыз, бұл жерде 4 вариант тұр. Jane has just қойсам, арғы еш нәрсе болмауы мүмкін. Has almost left home. Has бір нәрсе left yet home. Yet деген соңында olmadı. Has бір нәрсе. Яғни маған келетін варианты Jane has just left home. Almost'ты пока айта алмаймын. Мағыналай маған келетіні A варианты. Мына жерде дұрыс жауабы бар. 24-ші сұрақ A дегені дұрыс екен. Осымен біздің сабағымыз тәмам. Бүгін сіздермен conjunctions, яғни союздарға байланысты тесттерді талқыладық. Менімен бірге болғаныңызға рахмет. Менің есімім Ержан. Сіздерге барынша магистратураның тестін жақсылап тапсыруға көмектесуге тырысып жатырмын. Сіздің тарапыңыздан да лайк басып, өзіңіздің пікіріңізді білдіріп, қоңырауды белгілеп қойды ұмытпаңыз. Себебі бізде әлі алда көптеген осындай талдау сабақтары
болатын болады. Келесі кездескенше.